ағаштың гүліндей ау, текеметтің төріндей ау. Апай. Ау алтындарым, амансыңдар ма? Амансыздар. Жайлауға келе жатып, 4 түлік мал көрдіңдер ме? Иә. Қандай 4 түлік мал көрдіңдер? Сиыр, жылқы, түйе, қой. Арында тұрған не деп ойлайсыңдар? Қойдың жүні. Дұрыс айтасыңдар. Қойдың жүнін адамдар көктемде қырқып, оны тоқымнан тазарту үшін сабайды. Оны былай сабайды. Ал қане өздеріңде сабап көріңдер. Сабалған жүнді жақсылап жуып, оны шайып, күннің көзіне кептіреміз. Содан осындай таза жүн пайда болады. Ал жүнді түрлі түске бояуға болады. Мен бүгін жүнді түрлі түске бояп әкелдім. Қазір біз оны зерттеп, киіз басып жасаймыз, иә? Иә. Ол үшін бізге қажетті заттарымыз керек. Түрлі түсті жүндер, тор мата, сабынды су қажет. Сабынды суды біз қауіпсіздік ережесін сақтау мақсатында ыстық судың орнына пайдаланамыз. Ал бұлай болса, киіз басуды бастайық. Ал енді тор матаны алып, сабынды суға батырып, жүннің бетіне қоямыз. Ою жасаймыз. Кәне, түрлі түсті жүнді аламыз. Асылым, айта қойшы, сен қандай ою жасадың? Мен қошқар мүйіз оюын жасадым. Қошқар мүйіз екі стилесіндегі еліп тұрған екі мүйізіне ұқсайды. Ата-бабаларымызды ота қой болсын деген арман тілегін білдірген. Мені айта қойшы, сен қандай ою өрнегін жасадың? Сен табанды оюын алып сапар белгісі білдіреді. Өте жақсы, алтындарым. Осы киізді сендерге сыйға тартам. Өйткені болашақтарға арнап біз киіз бастық. Жайлауға келіп тұрыңдар, қош сау болыңдар.